ең бірінші осы манжетті мойынға тігілетінде мына жоғарғы жақты 1 сантиметр 3 бұрыш етіп тігіп аламыз. Екеуін қосып, сосын мына жерді жеке-жеке тігеміз. Жеке-жеке екі жақ бетіне бір данадан былай тігеміз. Бірінші бір жақ үш бұрышты былай алып келіп тігіп аламыз. Былай алып келіп ортаға келгесін, сосын екінші жаққа қарай майыстырып, екінші жақ бетін алып тігіп кетеміз. Қыздар, мына қараңыздар, мына жерде тура ортасын белгілеп алдық. Мынаны былай бүктеп, ортасын белгілеп алдық. Осы ортаға дейін тігісіміз келу қажет. Сосын содан ары қарай обратно тағы былай кетеді. Міне осындай болып шығады. Енді бұны екіге бүктеп, мына орталарын бір-біріне теңестірген кезде үшкір болып тұратын жері тура ортасына келу қажет. Осылай ортасына. Егер ортасына келсе, онда дұрыс шықты. Міне мына жерде артқы бөлік тұр. Артқы бөліктің бір жақ шетіне осылай жеңді әкеліп қосып тігеміз. Бір жақ шетін. Сосын екінші жақ бетіне тағы екінші жеңді әкеліп тігеміз. Жеңнің мынау биіктеу болып тұрған жағы жоғарғы жағына қарайды. Жоғарғы жағына қарайды. Ал кішілеу болып тұрған жағы астыңғы жағына қарайды. Осылайынан қойып түзуінен тігіп аламыз. Мына осылай бірдей болып келеді. Өздері астыңғы жағы мынау тігісі сәйкес келеді, но бірақ мынау үш жағына кіріп, мынау шығып тұр. Это нормально. Сәйкес келеді бұл. Қазір тігіс осы аралықтан 1 сантиметр ара қашықтықтан келеді. Ашқан кезде мына жер бірдей болып шығады. Вот осылай. Артқы бөлікке де, алдыңғы бөлікке де осылай жеңін тігіп аламыз. Мынау алдыңғы бөліктікі. Қыздар, міне қараңыздар, бір жақ беті полностью міне тігілді. Оверлок таптағы жасап қойдық. Енді иықтарын бір-біріне біріктіруіміз керек. Сол кезде бізге осындай кособейка қажет болады. Мына кособейканы екіге бүктеп, өтіктеп алып барып тіксек болады. Оңай болу үшін. Былайынан өтіктеп, бір-біріне қаратып, сөйтіп барып тіксек болады. Оңай болу үшін. Немесе осы күйі тігіс барысында жасап, сосын соңынан үтіктей салуға да болады. Міне, мына бастан бастап, былай қарай, соңына дейін ішіне бейка қосып тігеміз. Және мына жақ бетіне де дәл солай. Міне мынаның ішіне бейканы екіге бүктедік. Сосын мына тур басынан немножко былай қарай шығарып, үстіне мына матаны қойып, сөйтіп тігеміз. Міне, осылай бір қалыпты тігіп шығамыз. Соңына дейін тігіп аламыз. Міне қыздар, иығына тігіп болдық, оверлок салып тастадық. Ашқан кезде вот планкасы осылай болады. Қазір үтіктеп тастаймыз, сосын көрсететін боламын толық образ қалай шыққанын. И мына жерде бізде белгі болатын. Мына белгіні әкеліп, осы жерге арт жаққа белгіні қойып қоямыз. Осы жерден бастап төмен қарай, және мына жақ бетіне тағы да бейка тігіп аламыз. Жеке отдельно, егер етегін ашатын болсақ, бір жақ бетіне және екінші жақ бетіне тағы осындай бейка болады. Міне қыздар, қараңыздар, иық тігісі, мынау артқы жағы, мынау алдыңғы жағы, вот алдыңғы жағына қарай осылай үтіктеп жатқызып қойдық. Мына жерде кант тіккен жоқпыз, мына жаққа тігілді. Енді келесі уже мына жақ бетіне, бір жақ бетіне тігіп алдық. Қазір бұны манекенде көрсетем. Екінші жақ бетінде дәл солай жасап алдық. Потом артқы жаққа бағанағы белгілеген орыннан бастап, төменгі жағына тағы да кант тігіп алдық. Мына жақ бетте де тура солай белгілеген орыннан төменге қарай кантты тіктік. Канттың шетін осылай жасап кеттік. Қазір мына жерді қосып тіккен кезде, чтобы мына жер білінбей шығып кететін да бір жақ беті. Алдыңғы жақ бөлігіне полностью айналдыра оверлокпен сразу кантты салып алдық. Мынаның қалған жақ бетін полностью былай қарай оверлок жасап шықтық. Чтобы қазір тіккен кезде оверлок жасап қайтадан қиналып жатпас үшін. Черновой вариантта осылай болып тұр. Мынау иық тігісіміз. Иықтың үстіндегі кант. Қолтық астындағы мынау жағына бір жақ беті, алдыңғы жағы полный осылай тігілді. Артқы беті жаңағы вытечка түскен жерден, белгілеген жерден төменге қарай. Мына. Енді қазір осы жан тігісін қосып тігетін боламыз. Қазір соны көрсетем.
Міне қыздар, қараңыздар, жан бөлігі тура мынау вытечка белгіленген, мынау үшкір болған ұшы бар ғой, сол жерге дейін белгілеп қойдық. Осы жерге дейін тігеміз, мына жағы бөлек кетеді, ашылып, былай ашылып тұратын болады. Мына жерден бастап тура мына аралықты айналдыра, мына қолтық ойынсы бір-біріне сәйкес келу қажет. Осы жер, потом жеңді мына до конца, мына шетіне дейін тігіп аламыз. Екінші жақ бетінде тура солай, мына жеңнен бастап айналдыра, мына жерге дейін тігеміз, мына жағы ашық болады. Енді тігіп аламыз. Қыздар, міне жаңа біз мынандай қоңыр планка салған болатын алдына. И қазір мына жерде артқы мойын ойынысының тура ортасына мына жерге белгі қойып қойдық. Сосын бір жақ бетін полностью өстіп примерно қалай болады, көз өлшеммен қойып көреміз да. Мына жақтағы ұзындығын өлшейміз. Мынау примерно бізде 2 сантиметр қысқа болу қажет. Енді осы жерді былай теріс қарай қайырып, өзімізге қажетті аралықты тігіп аламыз. Сосын артығын кесіп тастаймыз. Екінші жақ бетінде тура солай жасаймыз. Міне ортасын белгілеп алғаннан кейін мына біртіндеп отырып осылай өлшеп отырып қайтадан мына жаққа келеміз. Бізде мына жерде примерно осындай аралық 1 сантиметрдей жеткізбей қалдырдық. Енді астыңғы жағына осы ортада бізде кант қосылып тігіліп кету қажет. Сол себепті кантты осылай екіге бүктеп, матаны созып жібермей, осы бір күйінде қалпында осылай түсіреміз. Сосын сол аралыққа кантты, негізгі матаны және мынау алдындағы планка дейміз ба, манжет дейміз ба, соны бірге қосып, осылай үшеуін бірге инемен қыстырып шығамыз. Осылайынан қыстырамыз, қазір бізге бет үстінен тігіп кеткенге удобны болу үшін. Осылай енді барлық жағын қыстырып шығамыз. Айналдыра полностью. Мынау алдындағы манжеттің екі жақ бетін бірдей қосып отырамыз. Осылай бірдей қосып іліп отырамыз. Егер бұны осылай алдын ала столдың үстінде істемей бірден істейтін болсақ, бір жағы үлкен, бір жағы кіші болып айнып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай бірден столдың үстінде мата өз күйінде ешқандай созылмай тұрған кезінде жасауымыз қажет. Соңына дейін осылай алып кетеміз. Не қыздар, қараңыздар, күшті шығып жатыр. Әлі мыналар инемен тұр, пока что. Мынау инемен тұр. Мына. Вот, енді тігіледі. Мынаны инемен қыстырып қойғаннан кейін осылай манекен болса, манекенге немесе қолмен көктеп киіп көру қажет. Мына алды бір-біріне кимей қалуы мүмкін. Мына жер. Сосын екінші тағы бұндай нететін қоятын жерлері болмаса, ана арты менен мына астын сәйкестендіреміз. Мына жерде мына астыңғы жағы бір жағы ұзын, бір жағы қысқа болып тұр. Вот осы дұрыс емес келіп қалған жерлердің барлығын осылай қойып бірінші реттеп, содан кейін барып тігетін боламыз. Мысалы 1 сантиметр ұзын болып тұр. Осыны қазір қысқартамыз міне. Осы жерді дұрыстап жібереміз. Сосын все, айналдыра тігіп шығамыз. Қыздар, қараңыздар, мына жағын барлығын тігіп алдық. Енді манжетті тігуіміз қажет. Манжетті тігу үшін мынаны екіге бүктеп, мына жерін былай тігіп аламыз. Міне манжетті осылайынан тігіп алдық. Жақсылап үтіктеп алғаннан кейін мына жерге қоспас бұрын бірінші осындай манжетін айналдырып тігіп аламыз. Мынау астыңғы жағы, қолтық астыңғы жағынан бастап осы жерге манжетті тігеміз. Бірінші манжеттің ұшын осылай қиғаш етіп бастап аламыз. Одан кейін барып, мына аралыққа шетіне манжетті сәйкестендіріп, мына шетінен тігіп шығамыз. Айналдыра осылай тігіп аламыз. Соңғы жағын қараңыздар қыздар, мына жер былай басталса, соңғы жағын осылай қиғаштатып келіп аяқтаймыз. Енді мына артығын кесіп алып тастаймыз. Міне полностью айналдырып тігіп алдық. Мына шеті осылай болады. Қайырылған кезде міне былай білінбей қалады. Енді манжетін тігуіміз қажет. Манжеттің тура осы тігісі, осы астыңғы жаққа мына тігіске келу қажет.
Екінші жақ бетін міне осылай екінші мына ортасын осы тігіске әкеліп сәйкестендіреміз да, енді осыны айналдыра тігіп шығамыз. Қыздар, міне қараңыздар, алдын теңестірдік. Мына жақтың бәрін турлап қойып, артқы жағын барлығын теңестіріп, етегін осылай түзулеп кесіп аламыз полностью. Міне мына жердегі вырез мен барлық тігістердің үстінен осылай бастырдым. Әдемі болып тұрсын деп, мынаны ашқан кезде де мынау бері қарай былай қайырылып кете бермесін деп осылай бастырып тастадық тігістердің барлығын. Даже мынау алдыңғы тігісінде осылай бастырып тастадық. Енді мына етектерді отдельно жеке-жеке оверлок салып, полностью үш жақ бетіне қарай былайынан қайырып, 1 сантиметр ара қашықтықтан тігіп тастаймыз, бастырып. Вот, сонымен соңғы жұмыс дайын болады. Осы абайканың PDF форматтағы бір размер лекаласын 1000 теңгеге аласыз. Ал 42-ден бастап 56 размерге дейінгі PDF форматтағы лекаласын 3000 теңгеге ала аласыз. Лекаланы алу үшін төменде көрсетілген менеджер нөміріне жазыңыз.